Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін ерекше акцияға баршамыз қазақ жастары бас қосып, үлкен үлесімізді қосуға дайынбыз. Ендеше интернет жүйесінде күні кеше ғана дәл осы идея өз жалғасын тауып жатса, әрине біздің болашағымыз жарқын болатынына сеніміміз мол. Ендеше баршаларыңызды үлкен құрмет, қошеметпен қарсы аламыз. Речь идет о важном и значимом начинании для каждого казахстанца. Выражение любви и уважения к своей родине. Тем более, отмечающий в этом году 25-летие независимости. Инициаторы акции призывают всех казахстанцев одновременно украсить свои аватарки патриотической символикой. Мы все, кто собрался в этом зале, поддерживаем эту идею и призываем всех вас присоединиться к нам, показать нашу сплоченность и наше единство. Позвольте первое слово предоставить Алуа Кусаиновой, человеку, придумавшего эту идею. Добрый день, дорогие друзья! 25 лет независимости – это то, что нас всех сближает и объединяет. Я родилась и выросла в годы независимости. Мое поколение знает о том, как выросла наша страна только из рассказов наших старших. Мы счастливы, что живем в независимом государстве. И сегодня я думаю, что нам надо сказать спасибо всем тем, кто возродил нашу независимость и дал нам это государство. Почти 20 дней назад мы с друзьями предложили вам обновить аватарки в социальных сетях. Друзья, я благодарна каждому из вас, кто поддержал нас. И сегодня в 10 часов 25 минут 25 секунд, друзья, мы должны одномоментно обновить наши личные страницы в соцсетях. Друзья, давайте сделаем это. Мы должны это сделать буквально через 22 минуты. Посмотрите, пожалуйста, на табло. С нами уже практически 30 тысяч пользователей. Давайте, друзья, подтягивайтесь, ведь это так несложно. Спасибо, Аллах. Очень важно, что ребята не только придумали эту идею, но и, получив поддержку множества людей, создали специальный сервис на портале yel.kz. Кстати, он у нас на экране. И слово хочу предоставить Айгуль Шерниязовой, разработчику этого сайта. Дорогие друзья, я мечтаю, чтобы нас стало больше. И хочу, чтобы в честь юбилея нашей страны 250 тысяч казахстанцев сделали патриотичное обновление своих фотографий. И сегодня мы хотели достичь отметки в 25 тысяч аватарок. Но, как видите, мы уже превысили отметку. Но так давайте же не будем останавливаться на этой цифре. Давайте сделаем более смелый шаг к нашей цели. Я обращаюсь к молодежи нашей страны. Давайте сегодня, прямо сейчас, в 10 часов, 25 минут, 25 секунд одновременно сделаем оформление своих аватарок. Посмотрите на наш сайт, вот он на экране. Я хочу показать всем, как легко это все сделать. Для изменения своей аватарки вам нужно пройти всего 3 шага. Первое – это зайти на сайт 25.yel.kz. На главной странице вы увидите кнопку «Загрузить свое фото». Вы можете выбрать фотографии со своих компьютеров, планшетов или же смартфонов. Далее перед вами откроется второй шаг, где вы можете выбрать один из 16 логотипов. Выбирайте тот логотип, который больше всего вам понравился, и таким образом сделайте свое патриотичное оформление. Далее перед вами открывается третий шаг, где вы уже можете сохранить свою новую аватарку к себе на устройство и поделиться ею с друзьями в социальных сетях. Как видите, все очень просто, друзья. Бәріміз бірге болайық, қымбатты достар. Біз Қазақстан жастары елімізді сүйеміз, және бұл бастаманы қолдау біз үшін аса маңызды. Себебі бізде бір ел, бір тағдыр. Көп рахмет. Мінекей, бір ел, бір тағдыр. Әрине, дәл осы көрсеткішке қарап, баршаларымыз бірге қолдауға атсалысайық. Сонымен қысқаша түсіндіретін болсақ, егер бізді қолдайын деушілерге тағы да айта кетейін, тіркелеміз. Екінші
қадам қосылып өзіміздің ұнаған логотипті таңдаймыз. Үшінші жүйеде сол таңдаған фотоны сақтап жүктейміз. Оп-оңай. Яғни 2016 жылдың 16 желтоқсанына дейін жол ашық. Яғни бұл логотипқа өз үлестеріңізді қосам десеңіздер де жол ашық. Міндетті түрде баршамыз бірге болайық. Бір ел, бір тағдыр. Дәл қазір монитордағы онлайн режимдегі көрсеткішті барлықтарыңыз міндетті түрде көріп отырсыздар. 31.083, яғни секунд сайын бұл көрсеткіш өзгеруде. Нашу акцию поддержали огромное количество людей, среди них и студенты, обучающиеся за рубежом. Сейчас мы попросим режиссера вывести на экран видео наших болашаковцев. Внимание на экран, Лондон. Лондоннан жалынды сәлем. Достар, біз бұл бастамадан қалыс қала алмадық. Өркендеп келе жатқан тәуелсіз Қазақстанда өмір сүріп, еңбек ету біз үшін үлкен мәртебе. Бір ел, бір тағдыр жалпыұлттық акциясына қосылуымыз, бұл біздің отанымызға, елбасымызға деген адалдығымызды білдіруіміздің мүмкіндігі. Атап айтқанымдай, өз еліңнің патриоты болу, бұл Қазақстанды мәңгі жүрегінде сақтау деп білемін. Баршаңызды бір ел, бір тағдыр жалпыұлттық акциясына қатысуға шақырамын. Бір ел, бір тағдыр. Көп рахмет. Мінекей Лондондағы жастарымыз өз тілек ниеттерін білдіріп жатыр. Ендеше эстафетаны жалғастыратын Мәскеудегі жастарға сөз кезегін береміз. Тыңдап тұрмыз. Приветствую всех участников акции «Бір ел, бір тағдыр». Я Нуртазин Серхан, горжусь выпавшей мне возможностью учиться и представлять Казахстан здесь, в России. Находясь вдали от дома, мы, болашаковцы, всегда с огромной гордостью рассказываем своим зарубежным друзьям о тех возможностях, которые создаются в нашей стране для молодежи. И здесь, вдали от Родины, как никогда понимаешь высокий смысл слов «Я патриот своей страны, я люблю свой Казахстан». От лица всех стипендиантов, обучающихся в России, поздравляю соотечественников с юбилейным годом независимости нашей страны. И призываю всех болашаковцев, всю молодежь Казахстана стать активными участниками общенациональной акции «Бір ел, бір тағдыр». Бір ел, бір тағдыр. Спасибо, Россия. Көп рахмет. Ендеше дәл осындай тілек ниет білдіретін Шанхайдағы жастарға дәл қазір сөз кезегі. Құрметті қазақстандықтар, қымбатты отандастарым, Қытайдағы барлық қазақстандық студенттер атынан ұлт көшбасшысына жастарға деген сенімі үшін және біздерге жаңа мүмкіндіктер сыйлағаны үшін зор алғысымды білдірем. Еліме деген үлкен құрметімді сезіндіре отырып, отандастарымды шын жүректен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтаймын. Көк байрағымыздағы алтын қырандай еліміз қанатын кеңге жайып тек биіктерден көрінсін. Бір ел, бір тағдыр жалпыұлттық акциясына бірге қатысайық. Бір ел, бір тағдыр. Приветствуем друзей из Вашингтона. Дорогие друзья, я правец независимости и обучаюсь в США. На нас, молодых казахстанцев, возложены большие надежды. И каждый из нас должен сделать все, чтобы добиться исполнения нашей мечты. Построение такого Казахстана, которым мы все будем гордиться. Мы с огромным удовольствием поменяли наши аватарки и призываем всех поддержать нас. Мінекей достар, өздеріңіз де байқап отырғандай, тәуелсіздіктің арқасындағы біздің жастарымыздың білім алу болашағы еркін және өз қолдарында. Ендеше осы жастарымызға тілек ниет білдіргендеріне үлкен құрмет, қошемет көрсетейік. Әрине дәл осындай бір ел, бір тағдыр бастаманы қолдау бұл маңызды шара. Сол себептен де жастардың арасындағы белсенділікті танытып жүрген жастар дәл қазір бізбен бірге. Ендеше дәл қазір Данияр Сугралиновке сөз кезегін берсек. Кстати, Данияр первый блогер Казахстана. Спасибо. Друзья, социальные сети сегодня это не только способ общения, развлечения, получения каких-то новостей. Это еще и большое распахнутое окно. Окно, через которое весь мир наблюдает за нашей страной, за нашей республикой Казахстан. Так давайте всему миру покажем и напомним, что в этом году нашей стране 25 лет. Я уже поменял свою аватарку.
Көп рахмет, мінеке осындай әдемі пікірмен өз ойын жалғастыратын тағы да жарқын болашағымыздың көрсеткіші ретінде белгілі жүргізуші Нұрсұлтан Құрманов жалғастырсын. Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті замандастар. Патриотизм бұл сөзбен ұрандататын әрекет емес. Патриотизм жүрекпен сезінетін, іспен дәлелдейтін құндылық. Сондықтан біз дәл осындай бастамаларды қолдағанымыз жөн. Мен де дәл өздеріңіз экранда көріп отырғандай 32 мың азаматтың қатарынан табылып, әлеуметтік желідегі бейнемді өзгертіп, солардың қатарына қосылдым. Сондықтан, құрметті достар, ұлы дала елінің тұрғындары, біз бүкіл әлемге бір тұтас ел екендігімізді және заманауи трендтегі мемлекет екендігімізді көрсете білейік. Бір ел, бір тағдыр. Рахмет, Нурсултан. Акцию по смене аватарки поддержали и казахстанские студенты. У нас на связи Усть-Каменогорск, Павлодар, Талдыкорган. Талдыкорган, Бахтияр, пожалуйста, тебе слово. Байланысты Талдыкорган тыңдап тұрмыз. Құрметті жастар, ерлік пен елдіктің арқасында келген тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойы құтты болсын. Тәуелсіз ел мәртебесін көтеру бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор бақыт. Сондықтан баршамыз сағат 10-да 25 минут 25 секунд уақытында аватарды патриоттық бағытқа ауыстырайық. Қазақстанның көк байрағын биікке көтеріп, халқымыз ұлы жеңістерге жете берсін. Бір ел, бір тағдыр, алға Қазақстан! Көп рахмет, байланыста болған Талдыкорган. А сейчас у нас на связи Усть-Каменогорск, Миронова Юлия. Добрый день, друзья! Вас приветствует Усть-Каменогорск. Молодежь Востока готова принять участие в акции «Бір ел, бір тағдыр». Сегодня, украсив свои аватары, мы покажем свое уважение и любовь к нашей родине. Это реальная возможность ощутить всю мощь молодого поколения независимого Казахстана. Призываю всех своих сверстников принять участие в данной акции. Ведь наша главная ценность – это единство. Бір ел, бір тағдыр! Көп рахмет, Өскемен. Спасибо, друзья, что остаетесь вместе с нами. Ну а мы продолжаем. И на связи у нас Павлодарская область. Павлодар облысынан Замира, сізді тыңдап тұрмыз. Рахмет, Гүлмира, қайырлы таң, құрметті жастар, қазақстандықтар. Ең алдымен баршаңызды келе жатқан халқымыздың төл мерекесі тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Мен өзімнің қатарластарымды кемел еліміз Қазақстанның гүлденуіне өзіміздің үлесімізді қосуға шақырамын. Себебі болашақтың кілті біздің, яғни жастардың қолында. Тағы да келе жатқан баға жетпес тәуелсіздіктің 25 жылдығы құтты болсын. Павлодар облысының жастары бұл акцияны қолдайды. Керемет, тамаша, мінеке өздеріңізде көріп отырғандай, аймақтардағы, барлық қалалардағы жастар өз үлесін қосуда. Тамаша көрсеткіш. Дәл қазір 32.710 секунд сайын өзгеріп тұрған бұл қолдау әрине өз жүректеріңізден бүгінгі заманауи тұрғыда таңдаған өз таңдауларыңыз. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы. Әрине дәл осы акцияны қолдаушылар өте көп. Ол жастар бүгін бізбен бірге. Сол себептен дәл қазір әдемі сөз кезегін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Көкеев және Қазақ аруы 2015 Камшат Қоскелова жалғастырсын. Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, сегодня запускается очень замечательное и потрясающее событие, можно сказать, замечательный флешмоб. И хотелось поздравить всех нас с 25-летием. И для меня, как для патриота моей родины, очень важно сегодня здесь и сейчас находиться. Я всех вас поздравляю. И сегодня в 10:25 я тоже поменяю свою аватарку с символикой. Я люблю свою страну, я люблю свой Казахстан. Қайырлы күн, құрметті достар. Мен өзімнің туған жерімді, егемен елімді шын жүректен жақсы көремін және де мақтан тұтамын. Жемісі көбейіп, еңсесі көтеріліп келе жатқан еліміздің тәуелсіздігі біздің баршамыздың ең басты байлығымыз екені анық. Олай болса мен сіздерді, құтты шаңырағын құрметтейтін жастарды, өзінің ғаламтордағы төл суретін егеменді еліміздің көк байрағымен әспеттеуге шақырамын. 25 жыл бір ел, бір тағдыр.
Көп рахмет. Мінеке осындай тілек, әрине жүректен жүрекке жететініне сеніміміз мол. Барлық аймақтағы жастарда, әрине дәл осы акцияны бізбен бірге қолдасын деген тілек ниетіміз бар. Уважаемые друзья, в онлайн-режиме мы видим, что количество сменивших аватарки уже растет. Нас уже 32 936 в онлайн-режиме каждую секунду. Наши друзья меняют аватарки. Присоединяйтесь к нам. И нас сегодня пришли поддержать известный актер Адиль Ахметов и певица Маржан Арапбаева. Пожалуйста. Қайырлы күн. Бүгін барлығымызға маңызды бақытты күн деп есептеймін. Барлығымыздың бастаған қадамымыз, дұрыс қадамымыз сәтті болсын, оңды болсын. Біз көп болайық, бар болайық, еліміздің байрағын көкке көтеріп, барлық үлесімізді қосайық, және де келе жатқан еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесі құтты болсын. Сіздерге тек қана сәттілік, бізге сәттілік, тек каналға. Армысыздар, қадірмен достар, мінекей биылғы жыл еліміз үшін өте маңызды, өйткені биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл толып отыр. Сондықтан да бүгінгі бастаманы мен де қолдаймын. Бұл, құрметті достар, замандастар, әрқайсымыздың елімізге деген сүйіспеншілігіміздің бір белгісі болсын. Сондықтан да мен де бүгін дәл осылай етіп өзімнің ағамды ауыстырамын. Бірге болайық, достар. Шында да бүгінгі акцияның ерекшелігі, мынау біздің бүгінгі жарқын болашағымыздың жастары сіздер. Әрине, мынау енді 25 жылдық деп жатырмыз. Қатарымызда 25 жыл осы тәуелсіздігімізбен жасты жастар да бар. Ал менің өмірімде 25 жыл бұл менің еңбек жолым. Яғни менің өзімнің студент болып, университетті бітіріп, еңбек жолына түскен жылы тәуелсіздігімізді қабылдаған айдық. Яғни бүгіндегі менің еңбек кітапшамда, бірақ жұмыс орны, яғни тәуелсіздігіміздің берген бізге деген ақ жолы. Қадірлі ағайын, қадірлі жастар, бүгінгі біздің онлайн режимде көріп отырған көрермендерге айта кететініміз, егер сіздер қолдаймын десеңіздер, міндетті түрде 10:25-те 25 секундында бізбен бірге болыңыздар. Яғни дәл осы сайтқа кіріп, өз үлесіңізді қоссаңыз болады. Бұл акция 2016 жылдың 16 желтоқсанына дейін өз жалғасын табады. Жыр сыйлаған, нұр сыйлаған тірлікке, қастерледі қадіріңді білдікте, құтты болсын бүгінгі біздің мерекеміз, жұмылдырған бәрімізді ынтымақ пен бірлікке. Я, әрине, сіздердің қолдауларыңыз маңызды баршамызға. Акцияның басталуына бірақ минут қалды. До начала акции осталось буквально 1 минута. Присоединяйтесь, друзья, осталось совсем немного. Вся эта акция проходит при поддержке службы центральных коммуникаций и телеканалов Хабар, Казахстан, 24 КЗ. Және қадірлі ағайын, баршаларыңызда 2016 жылдың 16 желтоқсанына дейін өз үлестеріңізді қосып, өз логотиптеріңізді де ұсынуларыңызға ақ жол. Яғни 10-25 секундтан бастап өз үлесіңізді және қолдау көрсетеміз десеңіздер, біз әрине сіздерді біздің қатарымызда көруге қуана қарсы аламыз. Ендеше дәл қазір осы сәтті бірге бастайық, бірге болайық, бір ел, бір тағдыр. Сонымен бастаймыз. 8. Сейчас на нашей импровизированной сцене Казмедиа-центр города Астаны студенты в поддержку акции составляют римскую цифру 25. Тәуелсіздігімізге 25 жыл. Обратите внимание, наш счетчик уже составил более 33 тысяч, хотя инициаторы ожидали около 20 тысяч поддержек. Казахстан, мы любим тебя!